Сүйсең отан анаңды, сүйерсің ана тіліңді. Қадірлесең халқыңды, білерсің баба тіліңді. Балаға ой саларлық өлеңдермен танылған Жақсыгүл Қалжанова есімін қазақ халқы жақсы біледі. Ол бүкіл өмірін ұрпақ тәрбиесіне арнаған ұлағатты ұстаз, білім берушінің үздігі, ақын, сазгер, сан қырлы талант иесі. Жақсыгүл мен танысқаныма бірнеше жылдар болды, бірақ соның ішінде әлі де оны білмейтін қаншама қырлары бар екенін жылдан жыл, күннен күн асқан сайын біліп жүрмін. Шын мәнінде де Жақсыгүл ең бірінші қазақтың қызы, екінші ол қазақ баласының анасы, үшінші отанасы, төртінші сол отананың әжесі, ал содан кейінгісі бүкіл қазақ халқының сәбилерінің, ұландарының ақыны. Жақсыгүл Шарыпханқызы 1951 жылы 15 қаңтарда қазіргі Түркістан облысы Мақтаарал ауданының Еңбекші ауылдық округіне қарасты Тәңірберген Жайылбаев ауылында туған. Ауылдағы Абай атындағы орта мектептің үздік түлегі. Мектеп қабырғасында білімге құштарлығымен көрініп, оқуды аяқтай сала сол шаңыраққа мұғалім болып орналасады. Тәжірибе жинап жүріп, 1972 жылы Алматыдағы индустриалды техникумның бухгалтерлік учет бөлімін өтсіп, оны 1975 жылы бітіреді. Тағдыр тартуымен тұрмысқа шығып, 5 жыл мамандығы бойынша жұмыс істейді. Ал 1980 жылы Алматы ішкі істер басқармасына қарасты 287-ші Айгүлік балабақшасына 3 баласын кіргізіп, өзі күтуші болып жұмысқа тұрады. 2 жылдан кейін тәрбиеші қызметіне ауысып, бала тәрбиесіне тың сүрлеу салған ұстаздық жолы осылайша басталады. Сонау Совет үкіметі кезінде осы Алматыда балалар бақшасының ана тілінде, қазақ тілінде жұмыс істеуіне үлкен еңбек сіңірген адам бұл кісі. Ол кезде әдебиет қазақ тілінде мүлдем аз болатын, сондықтан да ол кісі өзінің тәрбиеленушілеріне әдістемелік құралдарды осы ана тілінде, қазақ тілінде талай дайындап шығарған болатын. Жақсыгүл Қалжанова көп балалы ана, алтын алқа иегері. Сондықтан алғашқы өлеңдер жинағы да аналық сезім деп аталады. Одан бөлек бала тәрбиесіне арналған құстар әліппесі, аңдар әліппесі, отбасы әліппесі топтамалары мен жеміс бағында сыпайылық, сұлулық сынды сәбилерге арнап суретті кітапшалар шығарады. Қай шығармасын алсаңыз да балаға ұрыспай, оған үлгі көрсету арқылы тәрбиелеуге үндейді. Бала енді тұра берген кезде жаңағы абайла деп анадан мынаған шектеу қоймай, оған тиіспе, көбіне айтап жүрміз, анасыға тиіспе, мынаған ұйтып қаласын, мынаған құлап қаласын деп, оны әдемі өлең тілменен абайла деп, қандай заттың қандай екендігін түсіндіреді балаға. Амандас деп, ең бірінші амандасу керек екен. Ол не, мынау кім деп, атасының, әжесінің жақындығын, отбасындағы күллі жаңағыдай туыстық қатынастарды хабарлайды. Сондықтан да бұл кітапқа мен енгіздім. Ұят болмасын, қандай нәрсе істегенде анаңнан ұят болмасын, әжеңнен ұят болмасын, әкеңнен ұят болмасын, тіпті көршіден ұят болмасын деп келеді. Міне, осы дүниені бала санасына ертерек сіңіру маңызды. Осы мақсатта Жақсыгүл Қалжанова қолына қалам алды. Бала тәрбиесі тақырыбына ой толғап, ұлағат, шапағат, қазақы жүрек қағысы сынды өлеңдер жинағын жазды. Бал дәурен, ән дәурен атты ертеңгіліктер, әндер, тақпақ, жаңылпаштар топтамасы сұранысқа ие. Ойыншықтар, үй жануарлары, құстар әліпбилері баланы мектепке дайындаудың көмекші құралы. Қазір балалар үшін адамдар өте аз жазады. Балалар ақын жазушылары жыл өткен сайын мүлдем азайып барады. Сондықтан да осы Жақсыгүл сияқты балалар үшін жазып жүрген адамдардың біз үшін бағасы өте зор деп ойлаймын. Мен өзім соңғы жылдары Жақсыгүлдің шығармаларын талдап, зерттеп жүрген адаммын. Сондықтан да осы 20 жылдан бері шығарып келе жатқан Балбұлақ журналының биылғы санында осы Жақсыгүлдің шығармаларын, өмір жолын жарияладым. Осы сан шыққаннан кейін Қазақстанның көптеген мектептерінен, балабақшаларынан, кітапханаларынан қоңыраулар түсті. Көптеген адамдар хабарласып, осы Қалжанованы қайдан табуға болады, қалай кездессек екен, қалай бұл кісіні көрсек екен деген қызығушылық оянды. Бұл ол кісінің зор құрметке ие екенінің дәлелі.
Ол қазақ баласы жан-жақты болу үшін әлем әдебиетіндегі үздік туындыларды да қазақша сөйлетті. Маймылдың жұмбағы атты ағылшын тілінен аударылған кітабы мен Дауысын сал сияқты суретті 3 тілді кітабы таптырмас туындылар. Оның шығармашылығына нарықтық қатынастар өзіндік серпін берсе, ал еліміздің тәуелсіздігі оның ақындық өнеріне өзіндік қанат байлады. Ұлтқа, отанға деген сүйіспеншілік 30 жылдан астам уақыттан бері оның шабытына шабыт қосып келеді. 30 жылда 30 кітаптың авторы атанса, ол тынымсыз еңбектің нәтижесі. Оның өлеңдері отбасылық, ұлттық құндылықтарды қадірлеуге бағыттайды. Бұл Жақсыгүл Шәріпханқызының өз баласына ғана емес, тұтас ұлттың ертеңіне деген шексіз жанашырлығын көрсетсе керек. Қазірде бірнеше мына ютубтарда, ватсаптарда хабарлама жіберіп, бүкіл қазақ халқының кішкентай сәбилеріне, тәрбиесіне өзінің қол көмегін, сөз көмегін жасап жүргеннің өзі, оның отанға деген адал қасиеттерінен туған туындылар деп ойлаймын. Жақсыгүл Қалжанова ұзақ жылдар балабақшада жұмыс істегесін, бала психологиясын жақсы біледі. Ал оның біздің ән сынды ән жинағы мектепке дейінгі бүлдіршіндерді ән өнеріне баулиды. Өлеңдерінің тілі жатық, балаларға ұғынықты, тәрбиелік маңызы зор шығармашыл жанның соншалықты өз кәсібін жақсы көретініне риза болдым. Маған сыйлаған өлеңдер жинағын ашқан сәттен бастап, Жақсыгүл апаның өлеңдеріне ән әуендері ұшып жарыққа шыға бастады. Балалар әлі күнге дейін ерекше сүйіп орындайтын Алматы әні атты туындымыз ортақ шығармашылығымыздың бастауы болды. Одан кейін ана бой, ана ұстаз, балалық шақ, сағыныш, домбыра, аналық сезім, жан анам сынды өлең жолдарына ән жаздым. Бұл әндердің бәрі қазір мектеп сахналарында жиі шырқалады. Әсіресе тәрбиеші әні тілі енді шығып келе жатқан балғындардың құлағына жақсы таныс. Ол әнші болғым келеді. Мен бақытты баламын телерадио жобаларына да жиі қатысады. 2021 жылы Балапан саз және Қазақ радиосының 100 жылдығына 100 өнерпаз республикалық радио байқауына белсенді үлес қосқан үшін арнайы марапатталды. Біздің республикамыздың кез келген балабақшасына барсаңыз, осы Қалжанованың өлеңдерінен, әндерінен үзінділер жарияланып, үзінділер жазулы тұрады. Және соңғы кезде осы республикамыздың белді беделді конкурстарында, әсіресе балаларға арналған іс-шараларда Қалжанова Жақсыгүлдің әндері өте жиі орындалып жүр. Өз кәсібіне сай жұмсақ мінезі бар, жүзіне мейірім төгіліп тұратын, әр қадамы өнегеге толы тұлғаның еңбегі де елеулі. Оған деген елдің ықыласы да ерекше. 1993 жылы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі атанса, 2008 жылы өмірлік өлеңім жыр жинағын шығарып, жазушылар одағында шығармашылық кеш өтті. Шара барысында бейбітшілік әлемі халықаралық шығармашылық бірлестігінің алтын медаль иегері болды. Қазақ ұлттық әдет-ғұрып салт-дәстүр академиясы профессор атағын берді. Одан бөлек Жетісай мен Мырзакентте де шығармашылық кештер ұйымдастырылды. Ал 2009 жылы Ұлы дала ұланымыз өлеңі түркі халықтары ақындарының Ақбозат халықаралық жыр бәйгесінде 3-ші орын алды. Бесік жырының бала тәрбиесіндегі маңызы бұл өмірі бізде өзгермейтін, қалып қалмайтын, ескірмейтін дүние деп алуға болады. Мысалы қазір жаңағыдай рухани жаңғыру деп атырмыз ғой. Рухани жаңғыру мені осыдан басталу керек. Рухани жаңғыру деген баладан, баланың санасын жаңғыртудан бастау керек. Мынау ата-бабамыздың елеп екшеп бізге қалдырған өмір бақи мынау адамзаттың өзінің өсуінде, кенелуінде оның осы керек зат бастауы, бұлағы, әліппесі деп те айта аламын осы бесік жыры. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап ұрпаққа тәрбие беруде аянбай еңбек еткен Жақсыгүл Қалжанова 2010 жылы қажылық парызында орындап келді. Республикалық қажылар қауымдастығының Алматы бойынша мұсылман әйел қыздары тәрбиесі жұмысының төрайымы да болды. Бүгінде жолдасы Нұртөлеу Қасымбекұлы екеуі 5 бала тәрбиелеп, оларға жоғары білім берген, 11 немере сүйген ардақты ата, аяулы әже.